Тажол таратушы романның азап балуында. Ызғарлы азап балуында жолдастардың бәрі де қатқан қабақтарын қарсы жоқ тұнжырап береміз. Сібірдің ұлы темір жолмен бойлап, күншығысқа қарай пойыз жүріп келеді. Вагонның қарызын жауып еді. Нанды 2-3 күнде бір-ақ береді. Оның өзінде жамбасына түрі тіліндей ғана. Судың өзін жеткіліксіз қылып береді. Тұрғындардың көздері мөлейді. Бірте-бірте салып кеткен денеде жұқа қайыстай болып тері жабысты. Қол мен бетке су тимейтін бұл. Тек түзге азанда отырып шыққан кезде барлығы асығып сасып, беті қолдары қармен сады. Вагонның ішіндегі тас көмірден қап-қара болған бет қармен ысқан соң азырақ қоңыр қайланады. Суықтан, аштықтан, кірден вагонда аурулар көп еді. Пойыз көп тұрып, аз жүреді. Павлов өлді. Ол ауырғанын жасырып, үндемей жату өлді. Сабырлы, байыпты кісі. Дрезге өлді. Ол да Павлов секілді ауырғанын жасырып, үндемей жату өлді. Қажырлы, қайыспайтын, саяси білімі жақсы адам еді. Кешікпей-ақ мойнын өлді. Ол қатты қиналып, ауырып өлді. Тұтқындардың бәрі қамықтан үстіне қамықты. Көкіректе қайнаған кет, өсеткендей ашыды. Итшілер 2-3 күн нан көрмейді. Суда жоқ. Аяқ жүріспен жүріп келеміз. Тұтқындардың бәрі аш жолбарыштай көксейді. Көздің оты азайды. Солайша омбыдағы лагерьге де жеттік. Барақтардың бәрі толған тұтқындар. Бәрі ауру. Бәрінің денесі құр сүйекпен тері. Жылмық түсіп, қар ери бастаған емес. Барақтардың арасындағы шайынды сулармен қатқан мұздарды ойып, атқа шана тиіп, қар тасып жатты. Қар тасушылар жауынгерлер соғысында тұтқынға түскен австриялықтар еді. Біз олармен сөйлесіп, келесіп, лагерден қашпақшы болдық. Бірінші Жұмабайды жөнелттік. Енді мен кетпекпін. Қар тасушылар да келді. Жолдастармен қоштасып болып шанаға жата қалдым. Шанада кетпейтінмен жатым. Үстімді қармен көміп, үстіме ауыр кесектерді бастырып жатты. Қатты салмақ менің өкпемді тұншықтырып барады. Бірақ мен шыдадым. Мына бостандық үшін, өшкенді қайта тірілту үшін осы ауыртпашылықтарға шыдаған болатын. Мен шыдадым.